بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير فتح بك نستعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرمة جماعات әдеттегідей имам ас-Сuyути рахимахуллаху тағаланың өлім сәті қабір жағдайына қатысты кітабын жалғастырамыз. Бүгінгі келетін тақырыптар қабірдегі кісілер сол тірі адамдар барып зиярат еткен кезде тани ма, амандасса жауап бере ме? Хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне сай қабір зиярат ету әдептерінің бірі барып сәлем беру. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عليه إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم. Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қандай да бір кісі өзінің бауырын, қайтыс болған, марқұм болған бауырын барып қал жағдайын сұрауға, енді қал жағдайын сұрағанда қабірін зиярат етуге барса дейді, сөйтіп оған барып қасын сол қабірінің басында отырса және амандасса, хадисте келгендей, міндетті түрде қайтыс болған кісі оған сәлеміне жауап береді және де оның сол келгеніне қуанады дейді. Орнынан тұрып кеткенге дейін соның бәрін біліп отырады дейді. وأخرج أيضا والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен риуаяты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кісі айтты дейді, егер адам дейді өзі танитын бір кісінің, жаңағы марқұм қайтыс болған кісінің қабірінен өтіп баратып сәлем берсе дейді, онда анау қайтыс болған кісі де оған сәлем қайтарады және де анау сәлем берген кісінің енді дүниеде танығандықтан оны таниды дейді. وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لَا يَعْرِفُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. Ал егер танымайтын бір қабірдің қасынан өтіп барып сәлем берсе, қабір иесі қайтыс болған кісі де оған сәлем береді дейді. Танымаған болса, дүниеде танымайтын болса, танымайды, бірақ сәлемін жауап қайтарады дейді. وأخرج أحمد والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل البيت فأضع ثوبي وأقول إنما هو أبي وزوجي. Айша анамыз айтады радиаллаху анха, мен дейді, енді білеміз, Айша анамыздың үйінде радиаллаху анха пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жерленген ең бірінші, кейін Абу Бәкір радиаллаху анху қайтыс болған кезде ол кісі де жерленген. Сол кезде дейді, яғни үйімде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен әкемнің қабірі болған кезде дейді, үйге кірген кезде орамалымды шешетін едім дейді. Және де өзімнің әкем және өзімнің күйеуім ғой деп айтатын едім дейді. فلما دفن عمر معهم ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. Ал кейін Омар қайтыс болғаннан кейін радиаллаху анху ол кісі де сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасына жерленеді. Кейін Омар қайтыс болғаннан кейін дейді, Омардан ұялғаннан үйге орамалсыз кірмейтін болдым дейді. Сол орамалмен болдым дейді, кіретін болдым дейді. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحد. бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд негізі соғыс болған жер ғой, Ухуд тау, сол жақтан қайтып келе жатқан кезде сол жерде қайтыс болған Мусаб радиаллаху анхудың қабірінің басында тұрды да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам және де сол кісінің қасында жерленген басқа да қари қайтыс болған сахабалар бар ғой, жаңағы Ухуд соғысында қайтыс болған 70 сахаба, солардың қасына тұрды да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айтады. Ашхаду аннакум ахяун индаллах. Мен куәлік етем, расында сендер Алланың құзырында тірісіңдер. Фазурухум ва саллиму алейхим. Сөйтіп сахабалар айтады, сендер осы марқұмдарды не істеңдер, зиярат етіңдер және оларға сәлем беріңдер. Фауаллази нафси биядихи لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. Жаным уысында болған Алланың атымен ант етейін дейді. Қандай да бір адам осы тірілерден келіп осы марқұмдарға келіп сәлем берсе, қияметке дейін олар сәлем қайтарады. Яғни қиямет басталғанға дейін сол марқұмдар
өздеріне келіп сәлем берген адамдарға сәлемдерін не істейді, жауап беріп қайтарады деп айтты. وفي الأربعين الطائية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان يحبه في دار الدنيا. Арбаин Таия кітабында келді дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай риуаят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, қайтыс болған кісі қабірінде ең қатты қуанышты кез болатын кезі, яғни марқұм кісінің қабірінде ең қатты қуанатын кезі дейді, дүние тіршілікте жақсы көрген адамы келіп зиярат етсе, келіп Құран бағыштап, жаңағы солай дұға қылып, солай зиярат етіп келетін болатын болса дейді, сол кезде не істейді дейді, ең қатты қуанатын кезі сол дейді. Былайша кезде келдің ба деген сияқты не істейді, ең қатты қуанатын кезі сол дейді. Сол үшін қандай да бір туысқанымыз болсын, немесе досымыз болсын, және де ол сол жақынымыздың қабірі осында Алматыда мысалы деген сияқты, бір барып келуге жақын жер болатын болса, арасында барып, Құран бағыштап, сәлем беріп, қал жағдай сұраған кезде енді дұға қылып тұру жақсы нәрсе. وقال ابن القيم في مسألة تزاور الأرواح وتلاقيها. ابن القيم رحمه الله қайтыс болған кісілердің бір-бірінің қал жағдайын сұрап араласып тұру туралы былай деп айтады. Өзінің китаб рух, жаңағы ар-рух кітабында ал-арваху қисмани мунамматун ва муаззабатун. Жалпы қайтыс болған адамдар, рухтары екі түрлі болады деп айтады. Бір түрі болады дейді, нығметтеліп жатқан, Алланың нығметіне бөленіп жатқан, мұмин болып иман келтіргендер, құлшылық еткендер. Және де бір топ аруақтар болады дейді, олар азапталуда болады, Алланың айтқанын орындамастан. Фааммал муаззабату фахия фи шуғулин ани тазаури ва талақи. Ал енді сол азапталып жатқан марқұмдар болатын болса, онда олар жаңағы басқа рухтармен жолығуға нелер шамалар жоқ дейді. Өйткені азапталып жатқан себепті, Алла сақтасын. Ал жаңағы Алланың нығметіне бөлініп жатқан марқұмдар бір-бірін неседі жолығып зәрет етіп тұрады дейді. Және де дүние тіршілікте болған кейбір нәрселерді еске алып, сөйтіп сөйлесіп тұрады дейді. Енді өздеріне сай. وما يكون من أهل الدنيا فيكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. Енді дейді, дүние тіршілікте адамдар қалай бір-бірімен араласады? Мысалы, мынандай бір қызық жағдайда бар да, егер осы Қазақстаннан бір-бірін танымайтын Қазақстанның түпкір-түпкірінен 100 адамды жинасақ, бір сәл деңгей қарасаңыз, жаңағы былайша айтқан кезде темалары бір, өздеріне жақсы көретін, ұнататын тақырыптары бір адамдар бір жиналып болады. Мысалы, машинаны жақсы көретіндер бір жерде деген сияқты, мысалы, стройка, үй салуды білетіндер, жақсы көретіндер бір жерде деген сияқты. Қысқасы, қалай дүниеде адамдар бір-бірімен араласқан болатын болса дейді, ақыретте де соған сай не істейді дейді, қабірде соған сай рухтар жиналады дейді. Былайша айтқан кезде жақсылықта араласқан болатын болса, онда Алланың қалауымен ертең қабірде не істейді, бір-бірін зиярат етіп, Алланың кеңшілігін еске алып тұрады. Мысалы, намазға баратын едік, осылай Бәйкен мешітінде сабаққа баратын едік деген сияқты. Енді айтады. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның рухы, ол, былайша айтқан кезде, рухтардың орны болатын дәреже болады, сол ең несінде жоғарғысында болады. قال الله تعالى الله تعالى айтты: استعيذ بالله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا деген аятты келтіреді. Расында кім Аллаға иман несесе, бойұсынған болса, оның елшісіне бойұсынған болатын болса, осы дүние тіршілікте, онда олар дейді, ертең қияметте пайғамбарлармен, шыншылдармен, шахидтермен және салих, тақуа кісілермен бірге болады. Және олар қандай жақсы дос деген аятты келтіреді. Енді айтады, имам Ибн Қайым рахимахулла, енді осы бірге болу дүниеде де бар дейді. Дүниеде қалай адам араласса, ол тек қана дүниеде ғана араласу емес дейді, ақыретте де солай дейді. Барзах әлемінде де, қабір әлемінде де, ертең қияметте жаңағы адамның амал дәптері берілетін ертең қияметте де,
وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فِي هَذِهِ الدُّورِ الثَّلَاثِ. Қысқасы, осы үш кезеңде де, яғни дүние кезеңі, қабір әлемі, барзах әлемі және де ертең ақыретте, осы үш кезеңде де адам жақсы көрген адаммен бірге дейді. Я, хадисте келгенде адам жақсы көрген адамдармен не бірге. Сондықтан адам былайша айтқан кезде ұялмай тұрып бірінші көріш таңда дейді ғой. Сол сияқты адам ертең қабірге де барамыз да, бірақ сол қабірде де ертең көрші болатын адамдарды таңдау керек екен да. Өйткені біз алдыңғы сабақта өттік, кейбір жаңағы Құдай сақтасын күнәһар адамдар себепті қасындағы сол мысалы Алла сақтасын азапталса қабірде, онда қасында жатқан басқа сол мұсылмандарға соның несі бір әсер етеді дейді. Тура сол сияқты бір күнәһар кісілер қайтыс болған болса, солардың қасына бір тақуа жақсы адам жерленген болатын болса, онда сол кісінің құрметіне Алла Тағала мына қасындағыларға да несейді жеңілдік береді дейді. Енді имам Қушайри рахимахулла мынандай бір оқиға келтіреді. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول مر أبو عمرو البيكندي يوما بسكة. Абу Амр деген кісі бір күні бір көшеден өтіп баратып бір жігітті көреді. Және ол жігітті қасындағы достары жаңағы оны сол бұзу үшін азғырып жатыр екен. Мысалы бар ғой бізде темекі тартып көр, ананы көр, арақты көр, мынаны көр деген сияқты сөйтіп азғырып жатыр екен дейді. Ал жаңағы соны көріп тұрған анасы енді ешнәрсе істей алмай жылап тұр дейді. Сөйттім да дейді, қасына бардым да жаңағы барып айттым дейді. Оны осы жолы қоя беріңдерші, менің құрметіме осы жолы бұл жігітті тиіспей қойыңдаршы деп айттым дейді. Сөйтіп жаңағы бірнеше күн өткеннен кейін жаңағы кісі Абу Амр деген кісі жаңағы жігіттің анасын көреді. Сөйтіп сұрайды, жаңағы балаңыз қалай деп сұрайды. Сөйтіп былай деп айтады. Иннаху қад мат. Балам қайтыс болды дейді. Ва аусани, және маған былай деп өсиет етіп кетті. Алла тухбирил жирана бимаути ли алла яшмату би. Менің қайтыс болғанымды көршілерге жаңағы достарыма айтпа. Не істемеу үшін, олар маған табаламау үшін дейді. Аны өліп қалыпты ғой деп күліп не істемеу үшін дейді. Сонда енді Алла сақтасын, сондай араласатындай адам емес болып тұрды олар қасындағылары. Ва иза дафантини фашаффи'i ли иля рабби. Мені жерлесең дейді, онда Алла үшін маған несе дұға қыл деп анасына айтып кеткен. Сөйттім да дейді, сол балам қайтыс болғаннан кейін қабірінің қасына біраз тұрып дұға қылдым дейді. Сөйтіп қабірінен енді дұға қылып болғаннан кейін кетіп бара жатқанында баламның былай деп айтқан қабірден дауысы естілді дейді. Анашым, енді не бара беріңіз. Расында мен Алла Тағалаға сондай жомарт болған, сондай мейірімді болған Аллаға жолықтым деп айтты дейді. Былайша айтқан кезде Алла Тағала не істеді? Менің немді, күнәмді кешірді деген сондай дауысты естідім дейді. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بسند فيه مبهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بالبقيع فقال. Bir күні атақты сол халифа Омар радиллаху анху сол қазіргі Медина қаласына Әл-Бақия, Джаннат-ул-Бақия деп айтатын сахабалар жерленген қабір бар ғой, сол қабірстанның қасынан өтіп баратып былай деп айтты бір күні. Ассаламу алейкум ахлал қубур. Ей қабір иелері, сендерге сәлем болсын. Ахбару ма индана анна нисаакум қад тазавважна. Біздегі хабар дейді, сендердің арттарынан қалып кеткен әйелдерің уже басқа бір үйге күйеуге шығып кетті. Ва дияракум қад сукинат. Үйлеріңе басқа адамдар тұрып алды. Ва амвалакум қад фурриқат. Ал дүниелерің болатын болса басқа адамдарға таратылып кетті. Фа ажабаху хатифун. Сонда жаңағы сол қабірстаннан бір дауыс келіп былай деп айтты. Я Умар ибн ал-Хаттаб, ахбару ма индана анна ма қаддамнаху фақад важаднаху. Сөйтіп жаңағы сол қабірстаннан шыққан дауыс былай деп айтады. Ей Хаттабтың баласы Омар, біздегі хабар болатын болса, ол былай деп айтады. Расында біз Алла үшін жіберген амалымызды таптық дейді. Және де уама анфақнаху фақад рабихнаху. Және Алла жолында жұмсаған нәрсеміздің пайдасын естедік, көріп жатырмыз. Уама хуллафнаху фақад хасирнаху. Ал Алла жолында жұмсамай дүниеде қалдырып кеткен дүниеміз болатын болса, оны біз ұтылып қалдық деп айтады. Өйткені ол қалып кетті ғой, Алла жұмсай алмай кетті. Ал ол болатын болса, дүниеде қалып кетті, және біз оны неседік ұтылып қалдық дейді. Ал бірақ Алла үшін жұмсаған нәрсемізді түгелдей неседік, таптық дейді.
وأخرج ابن جرير رحمه الله في تهذيب الأثر وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت والبيهقي رحمه الله في الدلائل عن العطاف بن خالد رحمه الله قال عطاف ابن خالد كسا رحمه الله بلي حدثتني خالتي فقالت يا نغش أبام يعني نغش تاتم مغن بلي بيتيدا ركبت يوما إلى قبور الشهداء وكانت لا تزال تأتيهم сол апам дейді осы енді әлі күнге дейін сол сахабалардың қабірін зиярат етіп барады дейді. Сөйтіп бір күні сол қабірстанға барып зияратқа барған дейді. فنزلت عند قبر حمزة رضي الله عنه فصليت عنده وما في الوادي داع ولا مجيب. Сөйтінде мен келіп сол сахаба, атақты сахаба Хамза радиаллаху анхудың қабіріне келдім дейді. Сол жақта неседің намаз оқыдым дейді. Және де айналanda ешқандай адам жоқ дейді. فلما فرغت من صلاتي сөйтіп намаз оқып болғаннан кейін قلت السلام عليكم يا السلام عليكم деп амандастым дейді. فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض. сөйтіп жердің астынан шыққан кәдімгі менің сәлеміме жауап бергенін естідім дейді. أعرفه كما أعرف أن الله خلقني وكما أعرف الليل والنهار. кәдімгі қалай осы реальностьта мен тірімін, алла тағала мені жаратты, тірімін, кәдімгі күндіз түнді білгенім сияқты 100% анық біліп тұрмын дейді. Сол дауыстың естігенім дейді. Былайша айтқан кезде мен естілгендей болған жоқ дейді. Кәдімгі 100% анық естідім дейді. فَقْشَعَرَّتْ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنِّي. сөйттім де жаңағы бүткіл денем бойым тітіркеп кеттім дейді. Сөйтіп неседім дейді, қайтып кеттім дейді. وأخرج ابن عساكر رحمه الله من طريق أبي صالح كاتب الليث عن يحيى بن أيوب الخزاعي رحمه الله قال سمعت من يذكر يحيى بن أيوب الخزاعي رحمه الله دويتات من بلايد بيسلم أنه كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب متعبد صل жаңағы Омар радиаллаху анхудың кезінде, халифа болып тұрған кезінде бір өте құлшылығы көп, өте тақуа бір жігіт бар еді дейді. Қоды лазимал масжида, жаңағы мешіттен не істемейтін, шықпайтын. Басқан кезде 5 уақыт намазын не істейтін, мешітте оқитын. Ва кана Умару бихи муъжабан, және Омар оны ерекше жақсы көретін еді дейді. Ва кана лаху абун шейхун кабирун, және сол тақуа жігіттің қарт әкесі бар еді дейді. فكان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه. кешкісін сол құптан намазын оқып болса, бірден үйіне барып сол әкесінің қызметіне болатын дейді. وكان طريقه على باب امرأة ففتنت به. және де сол жігіттің үйіне баратын жолында бір әйел кісі бар еді дейді. Сөйтіп сол әйел кісі бір күні жаңағы ана жігітті үнемі көріп, қысқасы жігітке бір ой кетеді. فكانت تنصب نفسها له على طريقه فمر بها ذات ليلة فما زالت تغويه حتى تابعها. сөйтіп сол үнемі жаңағы жігіт үйіне баратқан кезде жаңағы әйел кісі есік алдынан шығып енді әдемі киініп үнемі тұрады екен, әти ана жігіттің көзіне көріп азғырып. Сөйтіп бір күні жаңағы түнде кешкісін сол құптаннан қайтып баратқан кезде көріп қалады. Сөйтіп анау әйел кісі сөз қозғайды, қалай жағдай анау мынау деп қысқасы азғырып анау жігіт енді бойдақ болғаннан кейін ба бейшара ана әйелдің артынан еріп кетеді. فلما أتى الباب دخلت وذهب يدخل فذكر الله وجلي عنه. сөйтіп әйел кісі жаңағы үйіне келеді, есігіне кіріп кетеді. сөйтіп жаңағы жігітте әйелдің артынан кірмекші болып жатқан кезде Алла есіне түсіп, Алланы еске алады, Алланы зікір етеді. Сол кезде бірден көзі ашыла кетеді. Не істейін деп жатқаны, бұл дұрыс емес екен, харам екендігі. Сол кезде жаңағы тіліне Алла Тағала аузына мына аят салып қойды дейді. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشياطين تذكروا فإذا هم مبصرون. Расында Алла Тағаланы жаңағы Алла Тағаладан өте сақ жүретін, соны тақуалық қылатын кісі дейді. Адамдар, бір пенделер, егер қашанда оларға бір ібіліс шайтан келіп уасуас қылып азғырса дейді, олар Алланы еске алады дейді. Сол кезде олардың несі жаңағы көздері анық ашық ашылып, ақиқатты біле қояды дейді. Сол аятты оқиды. فدعت المرأة جارية فخر الفتى مغشيا عليه. сол аятты оқығаннан кейін ана жігіт есінен талып құлап қалды дейді бейшара. فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه فحملتاه إلى بابه. сөйтіп жаңағы әйел кісі үйіндегі бір қызметші әйелді шақырады. сөйтіп екеуі бірдеңе қылып көтеріп ана жігітті үйіне қарай, есік алдына қарай апарып тастайды.
Уахтабаса аля абихи, сөйтіп енді әкесіне бармай қалады ғой. Сөйтіп әкесі не істейді, уайымдап жаңағы сыртқа шығады. Фахаража абуху ятлубуху фаиза бихи алал баби магшиян алейхи. Сөйтіп әкесі уайымдап, балам қай жаққа кетті екен деп шығып қалса, есік алдынан есінен танып жатыр екен. Фадаа ба'да ахлихи фахамалуху фадхалуху. Сөйтіп бір адамдарды шақырады да жаңағы баласын алып үйге кіргізеді. Фама афаqa хатта захаба мин ал-лейли ма ша Аллах. Сөйтіп түннің ұзақ бір уақыты өткенге дейін не істеді? Есін жемай, әйтеуір түннің ортасында бір есін жиды дейді жаңағы жігіт. Фақала лаху абуху я бунай малака. Қала хайр. Қала фа инни асалука фа ахбараху бил амри. Сөйтіп әкесі баласын сұрайды, балам не болды дейді. Кейін баласы айтады, бәрі жақсы, уайымдамаңыз дейді. Сөйтіп әкесі айтады, балам мен сені сұрап тұрмын ғой, енді шыныңды айтшы, не болды дейді. Уайымдап тұрмын ғой дейді. Сөйтіп баласы қысқасы болған оқиғаны айтып береді. Осылай бір жаңағы әйел кісі не істеді? Сөйтіп пенделікпен артынан кетіп бара жатып, кейін жаңағы не Алланы еске алып, осылай танып қалдым, осындай болды дейді. Сонда әкесі айтады, ай бунай ва айя аятин қарата. Балам сен сонда қай аятты оқыдың деп әкесі таңғалып сұрап жатыр да. Фақара ал аят аллати кана қара, сөйтіп жаңағы А'раф сүресінің 201-ші аятын оққан еді. Сол сүрені тағы да оқиды да, тағы да есінен жиып не істейді, жаңағы талып құлап қалады. Фахарракуху фаиза хуа майт. Сөйтіп қозғалтып, тұр бала деп жаңағы қозғалтып жатса, сөйтсе не бейшара сол сәтте өліп кеткен екен. Фағассалуху ва ахражуху ва дафануху лейлан. Сөйтіп оны жуындырып, шайындырып, жаназа намазын оқып, түнде барып сол жерлеп қояды. Жаназасын оқып бәрін істеп қояды. Фаламма асбаху руфи'a залика иля Умар радиллаху анху. Сөйтіп таң болған кезде сол әңгіме кімге барады? Омарға барады. Өйткені Омар радиллаху анху ол жігітті ерекше не істейтін, жақсы көретін. Фажа'a Умару иля абихи фa'аззаху бихи. Сөйтіп әкесі, Омар келіп, әкесіне келіп, көңіл айтады, енді Алла балаңызды мейіріміне алсын деген сияқты. Ва қала ала азантани. Сөйтіп былай әкесіне айтады, неге маған хабар бермедің? Түн болса да маған хабар бермедің бе? Жеке өзім келіп, жаназасын оқып, қабірге барып жерлейтін едім ғой деген сияқты. Қала я амирал муъминин кана лейлан. Сөйтіп айтады, мүміндердің әміршісі енді үлкен басшылықтан кезде басшы кісі ғой. Түн еді, сөйтіп түнде сізді мазалаудан енді ыңғайсыздандық дейді ғой. Қала Умару фазхабу бина иля қабрихи. Сөйтіп айтады, олай болатын болса, мені қазір қабіріне қазір апарыңдаршы дейді. فأتى عمر ومن معه القبر فقال عمر يا فلان ولمن خاف مقام ربه جنة. Сөйтіп қабіріне келгеннен кейін жаңа қайтыс болған жігіттің қасына келіп Омар радиллаху анху былай айтады, ей пәленше деп баланың атын айтып, мына аятты оқиды. Расында Раббысынан қорыққан пендесіне, адамға Алланың құзырында 2 жәннат бар деген аятты оқиды. Фаажабахул фата мин дахилил қабр я Умар. Сөйтіп сол қабірдің ішінен жаңағы дауыс келеді, жаңағы қайтыс болған жігіт былай айтады, ей Омар дейді, қад а'танихима рабби фил джаннати. Расында Алла тағала маған сол жәннаттағы 2 орынды маған жәннаттан неседі берді. Марратан 2 мәрте берді деп неседі де айтты дейді. Енді бұл оқиғалардың барлығы, бұл риуаяттардың барлығы не нәрсеге нұсқайды? Адам қайтыс болған кезде біз қалай ойлаймыз, болды, өлді, бітті, естімейтін сияқты болып көрінеді. Бірақ керісінше олардың тірі болу өздерінше. Өйткені Алла Тағала Құранда «Уәлә тақулу лима юқталу фи сабилиллахи амуат». Алла жолында қайтыс болғандарды өлді деп айтпаңдар дейді. Біз өлді деп айтамыз ғой. Бірақ біз ойлағандай кәдімгі жоқ болып кетті, өлді деп ойламаңдар дейді. Бәл ахия, керісінше олар тірі дейді. «Уәләкин ла ташғурун». Бірақ сендер сезбейсіңдер дейді. Сол үшін жаңағындай қабірге барған кезде, қабір әдептері бар, қабір әдептері қандай? Дәретті бару, одан кейін сол бір дұға қылу, Құран бағыштап. Енді кейбір адамдар бар, гүл апарып жатады. Ақиқатында ол негізі бір ислам дінінің бір несі емес, амал емес. Ол гүл апарғаннан ешқандай пайдасы жоқ. Енді түсінемін, егер сол гүлді алып бас жағына қабіріне егіп кетсе, ол бөлек нәрсе. Бірақ просто әшейін қымбат гүлді алып апарып қою, ол бекер ысырап болады да. Өйткені не ол? Бізге ол басқа жаңағы кәпірлерден келген кинолардан келіп жатқан түсінікті. Ол жаңағы несеп ешқандай пайдасы жоқ. Сол үшін қабірге барған кезде шынымен пайдасы тиетін нәрсе не ол? Алланы зікір етіп, қандай зікір айтсаңыз да, сол зікірдің сауабын жолдасаңыз, қандай бір аят оқып, соның сауабын жолдасаңыз, немесе сол жерде тұрып бір
қазір көп қой, бір осы Бәйкен мешіті болсын, басқа құрылыс болсын, немесе біз өзіңіз танитын бір мұқтаж кісіге бір каспиіне бір 100 теңге болсын, 1000 теңге болсын салып жіберіп, соның сауабын сол қайтыс болған досыңыз, марқұм әкеңіз болатын болса, соған бағыштап жатсаңыз, міне сол да шынайы баратын нәрсе. Бірақ барып жаңағы гүл апарғаннан, немесе Құдай сақтасын, киноларда көріп жатады ғой, оны жаңағы арақ апарып деген сияқты, Алла сақтасын мысалы, ол керісінше күнә болатын нәрсе да. Сол үшін сол қабір әдептерін есе керек, білу керек. Және сол қабір әдептерінің бірі пайғамбар салам айтқандай, барып сәлем беру, қабір иелеріне сәлем беріп. Өйткені олар десе де жауап береді, бірақ біз ести алмаймыз. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Алла тағала осы азғантай естіп білгендерімізге амал қылып, амалымызды ықыласты болуымызды нәсіп етсін.